Қайырлы күн. Бүгін сіздермен KFC-ден кем түспейтін үй жағдайында жасалатын куриные стрипсы жасайтын боламыз. Яғни тауық етінен тіске басар дайындаймыз. Жасалу жолы өте оңай. Барлық қажетті заттар описание бөлімінде тұр. Сүйегі жоқ тауықтың етін ұзын бөліктеп турайтын боламыз. Өте жұқа турап қоймаңыздар, үлкен қалыңдықта болуы қажет. Менде 1 килограммнан аса тауықтың еті. Тауық етімізді маринадтауға кірісеміз. Ең алдымен сарымсақты майда етіп езіп саламыз. Оның үстіне 2 немесе 3 қасық соя тұздығын құямыз. Енді дәмдеуіштеріміз себетін боламыз. Менде хмели сунели дәмдеуіші, тұз, кориандр, зира және де паприка қосатын болам. Егер де бұл дәмдеуіштердің ешқайсысы жоқ болатын болса, сіз тек қана соя тұздығымен және де тауық етіне арналған дәмдеуіш сепсеңіз болады. Барлығын араластырып, холодильникте 2 немесе 3 сағатта қойып қоямыз. Дәмдеуішті өте көп салмау қажет, себебі тауықтың еті тез маринадталады. Тауықтың еті тез өзіне дәмдеуіштерді сіңіретін болғандықтан 1 немесе 2 сағатта тоңазытқыштан шығарып дайындайтын боламыз. Ең алдымен тауықтың етін ұнға, сосын жұмыртқаға, чипсыға батырып қоямыз. Егер де сіздерде чипсы болмайтын болса, панировочный сухариға істесеңіздер болады, немесе кукурузный хлопья болады. Сұйық майда пісірсе болады, бірақ өте майлы болып шығады. Балдарға пеште пісірген ыңғайлы. Дайын болған тауық етімізді, яғни куриные стрипсиді кетчуп, майонез немесе сарымсақ тұздығымен дастарханымызға қойсаңыздар болады. Дәмі тіл үйіретін өте дәмді KFC-ден кем түспейтін тауық етін сіздер де жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен әрқашанда жаңа рецептермен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше.